Барша зейнетақы алушылар көріңіздер. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Желіде жақсы жаңалық зейнетақы алатындар көрсін. Бұл видеомыз астына бір емес ондаған лайк бассаңыз тұрарлық. 2025 жылы базалық зейнетақы өсіріледі. Келер жылы базалық зейнетақы өседі. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі индекстеуге сәйкес зейнетақы шамамен 42 мыңнан 44 мыңға өседі деген болжаммен бөлісті. Бұл туралы телеарна жазады. Светлана Жақыпова, Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі. Бүгінде базалық зейнетақы төлемінің орташа мөлшері шамамен 42 мың теңге. Болжам бойынша келесі жылдан бастап индекстеу 44 мыңға жуық болады. Базалық зейнетақы төлемін ескере отырып, зейнетақының орташа мөлшері бүгінде шамамен 152 мың, ең көбі 197 мың теңге болады. Индекстеуге сәйкес барлық көрсеткіш көтеріледі. Алдағы 2 жылға мемлекеттік бюджеттен жоба сметасын қазір талқылап жатыр. Дәл осы қалпында бюджет бекітілсе, 2025 жылы ең төменгі айлық 85 мың теңгені, мемлекеттік базалық ең төменгі төлем 32.360 теңгені құрайды. Зейнетақы көлемі және айлық көлемі асуын қаласаңыз, видеомыз астында өз лайктарыңызды аямаңыздар, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз қымбат көрермен. Кәне видеоролигіміз астына қанша лайк жиналады екен көреміз. Сау, сәлеметте болыңыздар.